Тәлімгерлер әні шәкірті тербетер, көңілдер алып ұшып, толқыған теңіздей жүректері егіздей. Ұстаз бен шәкірт қанатты құстардай, ұстаз бен шәкірт қанатты құстардай. Демалуға мінді асыққан толқындай, толқиды бала жаны. Қызықты сәттерді, бақытты күндерді жадында сақтап мәңгі. Толқыған теңіздей жүректері егіздей. Ұстаз бен шәкірт қанатты құстардай, ұстаз бен шәкірт қанатты құстардай. Лагерь у меня начался с организаторских вопросов. Обсуждали, что и как будем делать все эти 2 недели, чтобы детям было интересно. Придумали разные конкурсы. Каждый день у нас было расписано. Лагерьдің жұмысы балаларға алдын ала дайындық, сыныпты безендіру, балалар келгенде көтеріңкі көңіл күймен болу үшін сыныпты безендірдік. Балаларға керекті, лагерьге керекті құралдары қамтамасыз етілген. Жұмыс бізде балалардың ұйымшылдығынан басталды. Ең басты біз бірінші балаларды бір-бірімен таныстырдық. Өйткені әр оқушы әр сыныптан болғанымен балалардың аттарын ата бір-бірін таныстырып, дос болып кетсін, ең басты бірге ұйымшыл болу үшін, ойын ойнау үшін, әрі қарай 2 апта бойы жұмыс жасау үшін ең біріншіден біз балаларды таныстырудан бастадық. Бір-бірімен тіл табыссын. Жұмысымыз балалармен танысу, ұжыммен, одан кейін қауіпсіздік ережелерімен таныстыру балаларды. Жалпы таныстықпен басталды. Лагерьдің жұмысы барлығы бірінші балалармен танысудан басталды. Одан кейін біз балалармен бірге отрядымыздың аты Черная пантераны біз қазақ тобы болғандықтан қазақшаға аудардық бірге Қарақабылан. Содан кейін оның девизін әнұранымызды таңдадық. Одан кейін бірге әнімізді таңдадық. Содан кейін сол әнұранды, отрядтың атын және әнімізді бірге айтып, дайындалып, біз лагерьдің ашылуына дайындала бастадық. Ең бірінші балаларды қарсы алып, олармен танысу болды. Бір-бірімен танысқан кезде балалар өздеріне бір дос емес, 36 дос өздеріне тауып алды. С оформлением кабинета, с уточнением списков, с знакомства родителями и детьми. Ну, обычно по плану у нас идет летний лагерь. И вот мы записались в отряд вожатых, чтобы дальше продолжить работу с нашими детьми. Вы сами записались, да? Да. У нас лагерь начался с оформления. Так как в этом году у нас формат необычный, мы все спасатели, поэтому вот началось все с обустраивания кабинетов, потом с придумыванием речевки, девиза, и уже на основе названия мы вот действуем. Біздің лагерьдағы жұмыс бірінші оформление кабинеті, одан кейін уже балалармен таныс, одан кейін күндегі пландар бойынша, тапсырмалар бойынша жұмыс жасап. Лагерьдегі жұмыс кабинетті безендіруден басталды. Әсіресе бізге бамбук ағаштарын жасау кішкене қиындық тудырды. Бір күн безендірдік кабинетті, бәрі ойдағыдай жақсы шықты. Ну, естественно, с оформления кабинета. Затем создание чата, знакомство с родителями. Первый день, когда дети пришли, очень важен первый день. Нужно заинтересовать детей. Поэтому первый день должен быть очень интересный, яркий, веселый.
чтобы дети хотели приходить в лагерь, горели желанием приходить в школу. Балаларды қарсы алумен, жақсы көңіл күймен, қобалжумен. Өйткені мен лагерьге бірінші шығуым осы жылы, сол себепті қобалжу болды әрине. Лагердегі жұмысымыз ең бірінші оқушыларды қабылдаудан. Жақсы ұйымдастырылып, балалардың көңіл күйлері жақсы болсын деген ойда. Лагердегі жұмыс өзіме аяқ асты басталып кетті, байнам. Бірінші рет істеп тұрмын лагерде. Я никогда не работала в лагере, это был мой первый опыт. Наверное, она началась с того, с переживаний. Я переживала, я не знала, как будет. Но я когда пришла в кабинет, уже как освоилась, и дети сразу меня приняли, и было очень интересно. Оқушылармен танысу, топты құру. Сіз жұмысыңыз неден басталды екен? Лагерді бастаудан бірінші оформлениеден басталып, негізі оформление жасап, балалардың спискасын алып, сосын чат ашып, сосын балалармен танысу. Бірінші лагерді бастаған кезде кабинетті безендіруден бастадық. Тақырыпқа сай болу үшін фантастикалық деген жанр түсіну бойынша шамамызша оформление жасадық. Так, самое интересное, что мне запомнилось, это, наверное, как сегодня Айдан танцевал. Очень необычно было, особенно второй его танец, когда он начал показывать, что он улыбается. Вот это мне больше всего запомнилось. Балалармен жұмыс жасағанда әрине күнделікті жұмыста қызықты сәттер кездеседі. Прогулкаға шыққанда болсын. Ол бір осындай уақытта деп айта алмаймыз. Кез келген уақытта. Сіз үшін әркім. Ең қызықты сәт ол әрине балалардың күлкілері жүзіндегі, тек қана ата-аналарының бізге білдірген ыстық лебіздері деп айтсам болады. Бізге ерекше өте бір ұнағаны сол, еңбегіміздің ақталғанын біз содан ғана білген шығармыз енді. Көктал паркіне барған пикнигіміз есте қалды. Балалармен асыр саула ойнап, бір-бірімізбен ешқандай жас ерекшелігіне қарамай, сен бажаты, мен оқушы деген сияқты болмай, бір-бірімізбен асыр саула ойнаған қатты есте қалды. Күнделікті қызықты сәттер өте көп. Қайсыны айтар есімде жоқ. Соның ішінде кеше боевик фильм көрдік. Ол өте қызық болды. Балалар үшін барлығы қара киіп, қолын автомат пистолеттерін алып, балалармен түскен видеомыз өте қызықты болды. Ең қызықты сәт деп біреу ғана айта алмаймын, бірнеше болды. Өйткені өте қызықты сәт ол сыныпта өзіміздің тобымыздың атын нинза тасбақалар деп атап, сол нинзаға ұқсап өздерін ұқсатып, көздеріне көзілдірік ленталарын тағып, өздеріне қолдарына қаруларын алып, сол нинзаны өздері ұқсатып жасаған кезде өздері нинзаға тасбақаларын ұқсап кетіп, өздері бір-біріне күліп. Театры приезжали интересные. Работа с детьми очень детям интересно. Интересно с ними работать. Самое интересное, это, конечно, день открытия и знакомства с детьми. Потому что многие детей мы не знаем, и вот с отрядом познакомились близко с детьми, узнали их характер и с ними наладили контакт. Ну вот сегодня пожарная часть, наверное, самая интересная. Запомнилось чем? Потому что многое я сама, как взрослый учитель, человек не знала. Вот сегодня вместе с детьми очень много новой информации узнала. А так вот мы же запоминаем то, что нам неизвестно, поэтому вот запомнился сегодняшний день. Лагердегі ең қызықты сәт бүгінгі біздің балалармен өрт сөндіру орнына, то есть пожарный частьқа барып, сол жердегі экскурсия болды. Яғни балаларға да бізге де өте көп ақпарат берді. Балалармен, оқушылармен квест ойын ойнадық, сол ең қызықты сәт болды. Оқушылармен бірге пикникке барғанымыз, автобуспен ән айтып, ол да қызықты болды. Запомнилось, мне понравились конкурсы, мне понравилось, как вот организовали весь этот лагерь. Очень интересный конкурс, очень интересные игры. Все было продумано, организовано, и как-то каждый день он был насыщенным, и часы просто пролетали. Бүгінгі күн деп айтамын. Бүгін біз
лодочная станцияға бардық, өте қызықты болды. Өте керекті мағлұматтар, қызықты ақпараттар берді. Демек сіз есте қалған сәт? Менде есте қалған сәт бұл әр күні балалармен өткізген сәтім. Барлығы есте қалды. Барлығы есте қалды. Кешіне болды алдың ба? Пикникке барғанымыз тоже күшті болды. Иә, сумен. Қызықты сәт. Бізде өткенде біз өнер көрсеттік қой, қолымызды таныстыру. Одан соң әр топтан бір өнер көрсету болды. Сол күндері. Қалған күндері енді көбінде пикникке шықтық сосын екінші. Негізі әр күніміз қызық, тек бір күнді ғана ала алмай. Әр күніміз қызық болды. Қызық болып жатыр. Бірінші жыл болғандықтан жаңа өзім айтқандай ерекше болып жатыр. Көптеген қызықты сәттер болды лагерьде. Балалардың бізге жақсы көңіл күй көтеріп ойнағандары, олардың әр нәрсеге қызыққандары, одан кейін есімізде жақсы сақталып қалғаны, балалар күнделікті жұлдызша жинап отырады, соған қатты ыстық. Бастапқыда аватарға болған кезде ең қуанышты сәтім сахнаға шыққан кезде болады. Екінші қуанышты сәтім осы Люди X тобымен бірге фильм түсірген кезде макияж жасатып, астарына пероларын тағып, сыртта фильм түсірген үзінді. Енді бүгін өзімде осы топпен бірге пожарный часть дейді, жаңағы өрт сөндірушілердің частьына барып, неше түрлі қызықтарды көріп қайттық. Ол да мен үшін жаңалық болды. Самые лучшие моменты — это, наверное, тогда, когда мы выигрываем и получаем звездочки, но каждый день он по-своему по-разному. Каждый день лучше другого. Вот. Но самое запоминающее — это, наверное, вот, когда мы фильм снимали. Это так было интересно и весело. Следующий год, если даже я сам не захочу остаться, меня оставят. Поэтому у меня выбора нету. Поэтому я всегда буду в лагере. Лагерь. Ну, я люблю детей, я люблю лагерь. Поэтому буду стараться для них делать все, чтобы было интересно им. Все для детей. Алдын ала айта алмаймын, көреміз. Демек қалдысы қаласыз? Жоқ, қалмаймын. Әрине. Иә? Ол ойланарлық сұра. Ойланарлық сұра. Қалдысы қаласыз? Бұйрық келсе амал жоқ, көнеміз. Алла жазса қаламыз, балалармен жұмысым өте қызық. Бұлармен жүрген сайын біз жасарамыз. Сіз қаласыз ба? Құдай қаласа қаламыз. Ойланып көрем, бірақ балалар егерде қал десе, сіз болсаңыз біз келеміз десе, онда келем. Қалай балалар? Келейін бе, келмейін бе? Келеміз! Болды. Да, осталось. Следующий год видно будет. Если, конечно, разрешат, то, скорее всего, да. Хотя, конечно, дорогу молодежь. Келесі жылда мен қалмаймын. Мен декретке кетемін. А так с удовольствием осталось. Қалмаймын. Желание, конечно, есть, нужны силы. Көреміз, ойланам. Жылда қалып отырмын негізі. Негізі қаламыз ба? Всегда. Қалғыңыз келмесе де қаласыз. Жоқ, қаламыз. Сізде қаламыз. Енді қалуға тырысамыз, шамамыз келсе, негізі балалармен жүрген жақсы ғой. Балалармен жүріп, жұмыс істеген ұнайды маған. Келесі жылы лагерьге қалатын үміттемін, бірақ маған ұжымады. 2 апталық қой енді қалуға болады. Шыдауға болады. Иә, шыдауға болады. Мектептердің саны, жаздағы лагерлер
терде